Әке Асқар тау, биік шың. Осындай атаумен облыстық әкелер форумы өтті. Форумның мақсаты әкелер институтын дамыту, отбасылық құндылықтарды насихаттап, өскелең ұрпақты тәрбиелеу. Жиналғандар өмірлік тәжірибесімен бөлісіп, алға жоспар құрды. Айтып өтелік облысты әкелер клубы да тұрақты түрде жұмыс істеп келеді. Олар түрлі шаралар ұйымдастырып, мектептерде кездесу өткізіп жүр. Әртүрлі тақырыпта қозғалады. Бірінші кезекте анасыз қалған балаларды қалай тәрбиелеуге болады, осы жерде әкенің рөлі, бақытты отбасы болудың сылары, сонымен қатар ұлттық менталитетті дамыта отырып, патриотизмді қалай жасөспірім бойында дамыта аламыз, сол мәселелер қозғалатын болады. Бізде Ақтөбеде 96 мектеп бар. 96 мектепте әкелер клубының басшыларымен тікелей байланыс орнатып арқылы жұмыс жасаймыз. Бізде анаға тағзым орталығында әке тағылымы деген кабинет бар, бақытты отбасы орталығында әке тағылымы деген кабинет бар. Сол жерде біз болашақ неке құратын жастармен жұмыс жасаймыз, және де ажырасуға бет алған жастармен жұмыс жасаймыз. Олармен медиатор қызмет атқарып, ажырасудың тиімсіз екенін, ортада баланы зардап шекетінін түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз.